Аяз атаның біз білетін қызыл тоны алғашында жасыл болғанын білесіз бе? Ол Coca-Cola брендінің рекламасы үшін қазіргі біз білетін қызыл түске енген. Сәлем достар, Керемет Медиа ұсынады. Видеоны бастамас бұрын арнама жазылып кетіңіз. Сіздер үшін 1 секунд тығыз, ал мен үшін үлкен қолдау. Coca-Cola сусыны туралы білмейтін бірде-бір адам болмауы мүмкін емес. Ол туралы фактілер сізді назардан тыс қалдырмайды деп ойлаймыз. Американдық фармацевт Джон Пембертон 1886 жылы Coca-Cola ойлап тапқанымен, оның есімін бухгалтер Фрэнк Робинсон ойлап тапты. Робинсонның әдемі орамалы Coca-Cola брендінің логотипін осы күнге дейін безендіреді. Coca-Cola алғаш рет нарықтарда нервті тыныштандыратын сусын ретінде пайда бола бастады. Құрамында Coca-Cola бар алғашқы өнімдерде 1 стаканға 9 мг болатын кокаин болды. Ол 1903 жылы тәркіленді. Coca-Cola'ның түпнұсқа сусыны да алкогольді болды. Coca-Cola планетадағы ең көп таралған өнім. Coca-Cola 1886 жылы ресми түрде шығарылды және қазірде 130 жаста. Әлемдегі 2 ел ғана Coca-Cola сатпайды, ол Солтүстік Корея және Куба. Джон Пембертон Coca-Cola ашушы азамат соғысы кезінде конфедерация армиясының фармацевті және полковнигі болған. Жауынгерлік жарақаттардан кейін ол морфийге сезімтал болды және оның ішу формуласы есірткіге тәуелділікпен күресуге көмектеседі деп сенді. Coca-Cola сусынының көптеген түрлері бар. Оны сүйіспеншілікпен ішетін адам барлық түрлерін сатып алып ішіп көруі керек. Coca-Cola брендінің құны $83,8 миллиард асады. Бұл KFC, Subway секілді компаниялардың қаржыландыруға қосқан сомадан асып түседі. Мексикалықтар әлемдегі кез келген елге қарағанда көбірек Coca-Cola ішеді. Мексикалықтар жылына шамамен 745 кола сусынын ішеді. Екінші жағынан американдықтар жылына 401 Coca-Cola өнімін ішеді. Зерттеулер кокстың әсіресе диеталық кокстың тиімді спермицид екенін дәлелдеді, бірақ босануды бақылаудың бір түрі ретінде екеуі де ұсынылмайды. Coca-Cola сусыны егер сіз ықылық кезінде ішетін болсаңыз, ықылықты лезде қойдырады деп айтады. Әйгілі американдық кәсіпкер Уоррен Баффет Coca-Cola бұл су сияқты ешқандай ауру тудырмайды. Керісінше адам ағзасына пайдалы сусын деп сендіреді. Ол сондай-ақ, егер сіз маған $100 миллиард беріп Coca-Cola сусыннан бас тартуды айтсаңыз, мен сізге ақшаңызды қайтып беремін және мұны істеу мүмкін емес деп айтамын, деп талап етті. 2004 жылы Үндістандағы Coca-Cola зауыты жер асты суларын жоғары деңгейде, сондай-ақ қоршаған ортаның шамадан тыс ластануына байланысты заңды түрде өндіру және ыдырату үшін жабылуға мәжбүр болды. Coca-Cola атауы оның 2 түпнұсқа ингредиенттеріне, атап айтқанда, кола жаңғақтары және коко жапырақтарынан тұрады. 2015 жылы Coca-Cola Apple және Google-дан кейінгі әлемдегі 3-ші ең құнды бренд болды. Жер шарындағы халықтардың 96% Coca-Cola логотипін таниды. Универсалдық банка Coca-Cola'да шамамен 39 грамм қант бар. Бұл 9,3 шай қасық қантты құрайды деген сөз. Бірінші жылы Coca-Cola тек 25 бөтелке литр сатса, бүгінгі таңда компанияның күніне 1,8 миллиард бөтелке сатады. Coca-Cola сатылатын барлық алкогольсіз сусындардың жартысынан көбін құрайды. Coca-Cola'ның Facebook парақшасында 9 миллиардтан астам жанкүйері бар. 2015 жылы Coca-Cola науқаны мен
американдық семіздікке қарсы ұйымы арасында өтірік түсініспеушілік пен қақтығыс болды. Шешімі Coca-Cola Topmon компаниясына өз бетінше төлеген $550 мың айыппұлмен ортадағы алшақтықты жою болды. Coca-Cola құрама штаттардағы алюминийдің ең ірі тұтынушысы. Компания жылына 300 миллиард тоннадан астам алюминий пластикаларын пайдаланады. Coca-Cola нацистермен сауда жасағанда келіспеушіліктің көзі болды. Екінші дүниежүзілік соғысы кезінде Coca-Cola'ның жоғарғы басшылығы фашистер болды, ал Германиядағы Coca-Cola зауыттары Coca-Cola өндірісінің ингредиенттерін бере алмаған кезде, компания оларға фантаны жасауға көмектесті. Дүниежүзінде бір күнде секундына 10 мыңнан астам Coca-Cola сусыны тұтынылады. 1985-86 жылдары Coca-Cola'ның жаңа кола жарнамасы соншалықты жеңіліске ұшырады, ол бірнеше қастандық теорияларын тудырды. Кейбір мәліметтерге сәйкес Coca-Cola сусыны бастапқы құрамын өзгертті деп айтылады. Шынында да 1985 жылға қарай кола өзінің бастапқы рецептін ауыстырды. Оған NFC кірді. Coca-Cola түпнұсқа формуласы Coca-Cola штабы пәтерінде орналасқан. Coca-Cola 1928 жылы Олимпиада ойындарының алғашқы коммерциялық демеушісі болды. 2001 жылы Coca-Cola Колумбиядағы шыны зауытында жұмысшыларды өлтіруге, ұрлауға және азаптауға өз командаларын жіберді деген айыппен сотқа тартылды. Coca-Cola кез келген қатысуды жоққа шығарды. 1931 жылы Coca-Cola қазіргі заманғы Аяз атаның өзекті бейнесін жасады. Оның қою, қызыл және ақ бейнесі сондай түстерін бейнелейді. Яғни Coca-Cola сусындарында жыл сайын жаңа жыл қарсаңында Аяз ата ойлана бастайды.